Бас сүйек краниум топографиялық екі бөлімге бөлінеді. Ең үлкен бөлігі неурокраниум немесе краниум церебрали ми сауыты бөлігі, және краниум висцерали немесе спланхнокраниум екі бөлімнен тұрады топографиялық. Енді осы екі бөлімнің шекарасына тоқталайық топографиялық. Енді бұл жерде салыстырмалы түрде бас сүйектің үлкен түрі, салыстырмалы түрде қараймыз, осы препараттан айтатын боламыз. Ми сауыты мен бет бөлімнің шекарасы. Мұрын сүйегі мен маңдай сүйегінің қосылған жігі сутра назофронталис, әрі қарай марго супраорбиталис, әрі қарай маңдай сүйегі мен бет сүйегінің қосылған жігі сутра зигоматикофронталис. Бүйірге қарай түсеміз. Сына тар сүйектің үлкен қанаты мен бет сүйегінің қосылған жігі сутра сфенозигоматикус, әрі қарай криста инфратемпоралис арқылы төмен түсіп, жоғарғы жақ сүйектің төмпегі мен сына тар сүйектің қанат тәрізді өсімнің қосылған жігі сутра птеригомаксилярис. Осы арқылы төмен түсеміз қанат тәрізді өсімнің ұшына дейін. Дәл сондай қарама қарсы жақтың қанат ұшына перпендикуляр сызық түсіреміз. Әрі қарай жаңағы айтылған нүктелерді айтып шығамыз. Яғни сутра птеригомаксилярис, криста инфратемпоралис арқылы сутра сфенозигоматикус, әрі қарай сутра зигоматикофронталис, марго супраорбиталис және сутра назофронталис. Осы айтылған нүктелерді қосатын сызық немесе осы айтылған анатомиялық құрылымдар арқылы жүргізілген сызық неурокраниум мен краниум висцералиның топографиялық бөлімдердің шекарасы болып табылады. Енді неурокраниумның өзі ми сауыты қақпағына кальвария және ми сауытының негізіне бөлінеді. Егер ми сауыты негізін бас сүйек қуысы ішінен зерттейтін болсақ, бас сүйектің ішкі негізі базис крани интерна, және оны сыртынан зерттейтін болсақ, базис крани экстерна деп аталады. Егер бас сүйектің келесі препараттан қарайтын болсақ, бас сүйектің ішкі негізі базис крани интерна, бас сүйектің сыртқы негізі базис крани экстерна. Біз бас сүйектің топографиялық бөлімде алдағы практикалық сабақтарда тоқталамыз. Енді неурокраниумның кальвария және бас сүйектің негізінің шекарасына тоқталайық. Алдынан маңдай сүйегінің көз доқыры марго назалис, әрі қарай марго супраорбиталис, маңдай сүйегінің бет өсіндісінің түбірі радикс процессус зигоматикус осфронталис, әрі қарай мана айтып өткен сутра зигоматикосфеноидалис немесе сфеноид арқылы криста инфратемпоралиске кіреміз. Криста инфратемпоралис арқылы бүйірге қарай, артқа қарай жүріп, самай сүйектің бет өсіндісінің түбірі радикс процессус зигоматикус темпоралис, сыртқы есту тесігінің жоғарғы жиегі порус акустикус экстерн жоғарғы жиегі, әрі қарай емізік тәрізді өсіндінің негізі базис процесс мастоидеус, линия нуха супериор жоғарғы желке сызығы және сыртқы шүйде-бұдырық протуберант оксипиталис экстерна. Осы айтылған нүктелерді кері қарай қайталап айтып шығамыз. Линия нуха супериор, емізік тәрізді өсіндінің негізі, сыртқы есту тесігінің жоғарғы жиегі, самай сүйегінің бет өсіндісінің түбірі арқылы самай асты қыры, әрі қарай бет сүйегі мен сына тәрізді сүйектің үлкен қанатының қосылған жігі арқылы маңдай сүйектің бет өсіндісінің түбірі, одан әрі қарай марго супраорбиталис, марго назалис. Осы айтылған нүктелерді қосатын сызық немесе осы айтылған анатомиялық құрылымдар ми сауытының қақпағы кальвария мен негізінің шекарасы болып табылады. Міне біз бас сүйектің топографиялық бөлімдеріне тоқталдық. Енді ми сауыты мен бет сүйектер деп екі топографиялық бөлімге бөлетін болсақ, олардың жекелеген сүйектерден тұрады. Енді келесі препараттарда біз бас сүйектің жалпы шолу препараты, алдарыңызда тұр,
осыдан біз атап шығуымызға болады. Ми сауытының сүйектеріне жататын так маңдай сүйегі, ос фронтали, жұп төбе сүйегі, ос париетали, жұп самай сүйегі, ос темпорали, и арт жағында так шүйде сүйегі, ос оксипитали. Егер ішкі жағынан қарайтын болсақ, ми сауытына жататын тағы да ол сына тәрізді сүйек, ос феноидали, және торлы сүйек, ос этмоидали. Бұлар так сүйектер. Енді ми сауытының бет бөлімінің сүйектері краниовисцераль немесе спланкно краниум деп аталады. Мыналар жылыштайық анық көріну үшін ашылсын. Төменнен қарайтын болсақ, мынау так төменгі жақ сүйегі, ос мандибуля, жұп жоғарғы жақ сүйегі, максилля, және таңдай сүйегі болады, ос палатинум. Одан кейін жұп бет сүйектері, ос зигоматикус. Одан әрі қаратай маңдай сүйегін қайтадан алып келейік. Бұл жерде орналасқан бет сүйегінің ос назали, мұрын сүйегі, және көз жасы сүйектер, ос лакримали. Бұдан басқа вомер өре сүйек болады, мұрын қуысын пердесін құрауға қатысатын, және мұрын бүйір қуысында болатын, тағы да ол төменгі мұрын қалқаны конха назалис инфериор. Бұдан басқа біз практикалық сабақтағы тоқталамыз. Бұл бас сүйегінен бөлек орналасатын, мойын аймағына қарай төмен түсетін, бос орналасатын тіләсті сүйегі, ос хиоидия бар. Бұдан басқа самай сүйегінің пирамидасының ішінде дабыл қуысында орналасатын үш ең кішкентай тұлғадағы сүйекше, үш дыбыс сүйекшесі болады. Ол балғашық, төс, үзеңгі. Біз ол сүйектер туралы есту мүшелерінің анатомиясында оқитын боламыз.